Сәлем достар, бүгінгі тақырыпта жүрек қан тамыр жүйесі. Жүрек дегеніміз не? Ол ағзаны қанымен қамтамасыз ететін, кеуде қуысының сол жағында орналасқан бұлшықетті мүше. Жүрек 4 камерадан тұрады. Оң жақ жүрекше, оң жақ қарынша, сол жақ жүрекше, сол жақ қарынша. Олардың арасында 2 жармалы, яғни митральды қақпақша, 3 жармалы қақпақша, трикуспидальный клапан, қолқа, яғни аорта қақпақшасы, өкпе сабауы орналасқан. Жүректің 3 қабаты болады. Эндокард ішкі қабаты, миокард ортаңғы бұлшықетті қабаты, эпикард сыртқы қабаты. Олардың сыртын перикард, яғни плевра сияқты сыртқы қабатын қаптайды. Жүрек автоматизмі. Автоматизм дегеніміз жүрек өзімен өзі энергия жасап тұратын, ол вегетативті де соматикалық жүйке жүйесіне жатпайтын, яғни өзі арқылы импульс тудыратын механизмді айтамыз. Жүректің өзінің автоматизмдік нервтік жолдары бар. Оларға синаториалдық түйін, атриовентикулярлы түйін, гис шоғыры жатады. Гис шоғырының сол аяқшалары оң жаққа қарағанда аяқшалары көп болады. Себебі сол жақ қарыншаның жұмысы көп болғандықтан. Гис аяқшалары жалғасып, Пуркине талшықтарымен аяқталады. Жүректің үлкен және де кіші қан айналым жүйесі болады. Кіші қан айналым жүйесі жоғарғы және де төменгі қуыс веналар арқылы оң жақ жүрекшеге келіп құяды. Оң жақ жүрекшеден 3 жармалы қақпақша арқылы өтіп, оң жақ қарыншаға келіп құяды. Содан кейін оң жақ қарынша өкпе сабауы арқылы өкпеге барады. Өкпеде оксигенация процесі жүреді, яғни көмірқышқыл газын шығарып, оттегін сіңіреді. Өкпеден шыққан қан өкпе веналары арқылы сол жақ жүрекшеге келіп құяды. Сол жақ жүрекшеден митральді қақпақша арқылы сол жақ қарыншаға келіп құяды. Үлкен қан айналым жүйесі сол жақ қарыншадан басталады. Ол аорта арқылы бүкіл мүшелерге тарайды. Мүшелер өзіне қажетті оттегін сіңіріп, көмірқышқыл газын шығарады. Бүкіл мүшелерден шыққан көмірқышқыл газы жоғарғы және де төменгі қуыс вена арқылы оң жақ жүрекшеге келіп құяды. Осылайша зат алмасу процесі үздіксіз қайталанып отырады. Сіздермен бірге медицина әлемі каналы. Пайдалы ақпарат болған болса, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.